Сәлеметсіздер ме балалар? 8-ші сыныптың қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы Дулат Исабековтың «Әпке» драмасы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Исалиева Меруерт Момынтайқызы. Оқу мақсаты: әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін, эпилог, прологты анықтау. Сабақ мақсаты: әдеби шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін талдайды, эпилог пен прологты ажыратады. Бағалау критерийі: драма жанры туралы біледі, сюжеттік желілерін анықтай алады, шығармадан эпилог пен прологты табады. Ал ендеше балалар, «Әпке» драмасынан үзіндіні тамашалайық. Бірнеше күн бойы жолымды тосқанымда маған арнағаның осы бір-ақ сағат болғаны ма? Қымызы, кішкене жүректі сақайды. Жоқ, мен болмасам кішкентайыңыз ұйықтамайды. Ол менің сөзіне сол күйі жауап берді. Қабен ол қиын сияқты. Бір сағатқа қиып кете алмай тұрып жүрген інілерімді өмір бақи қалай қиып кетемін? Мен олардың әпкесі емеспін. Анам көз жұмған сәттен бастап мен олардың анасы болдым. Саған үйренуге. Ал маған інілерім мен сіңлімді тәрбиелеп жүр. Қымызай, сенің байымшылсың. Қойшы осындай сөзді. Екеуміз үй болған соң кішкентай ермегімізді қолымызға аламыз. Маған қалғанда кішкентай. Онда бәрін де қолымызға аламыз. Жоқ, ол болмайды. Мүлдем қисынсыз. Бала болмайық. Бізге бала болу жараспайтын секілді. Жасына жетпей, егделікке бойылмасашы, кәрі қайдан ашады дейсің. Мен сені түсінемін бірақ амал қанша. Үйдегі төрт азамат болмай, мен өз басымның қамын ойлауға қалқым жоқ. Өз жөнін тауып, әке кетті. Талқан таусылып, шеше байғұс ол кетті. Тағдырдың тәлкегінен есеңгіреген естерімді енді жинап. Тағдыр тәлкегіне енді ұмыт бола бастаған кезде не болса ол болса, мен тастап кетсем не болмақ? Жоқ, Қабен. Кешір. Мен сенің бағыңды қоямын келмейді. Сенің жолың басқа. Кешір. Қабен. Кешір. Қош бол, Қабен. Інілеріңнің біреуі шығып қалса ұят болар. Ертең жұмысқа баруым керек. Балалардың жасайтын тамағы бар. Жуатын кірлері бар. Жұмыс деген басқа насат. Мен кетейін. Қош бол, Қабен. Қымызай, мүмкін. Әлде ойланасың Қымызай. Жоқ, Қабен, ойланып болғаным осы. Қош бол, Қабен. Мен сенің бағыңды байлағым келмейді. Қош бол. Балалар, өздеріңіз көріп отырғандай, бұл драмалық туынды екен. Ал енді драма дегеніміз не? Драма бұл шындықты айрықша тәсілдермен синтез қалпына келтіріп, шиеленіскен тартыстар үстінде жинақтап, оқиғаға қатысатын адамдардың сөзі мен ісі арқылы көрерменнің көз алдында қолма-қол көрсететін күрделі жанр. Драмалық шығармаларда баяндау болмайды. Драма мазмұнына қарай 3 түрге бөлінеді: комедия, драма, трагедия. Трагедия бас кейіпкер әрекетінің азаппен аяқталуын көрсетсе,
комедия адам қылығы мен әлеуметтік өмірдегі келеңсіз көріністерді әжуалауға құрылса, ал драма адамдар мүдделері арасындағы қақтығыс шиеленіскен тартысқа құрылады. Иә, бұл туынды драма болғандықтан кейіпкерлердің сөйлеген сөздері мен іс-қимылдары интонация мен сезімге толы болып келеді. Басты кейіпкер Қамажай алдынан шыққан қиыншылықтарды көтере білген, бауырларына қамқор жан туралы айтылады. Драмада Қамажайдың өмірге құштар жан екенін байқаймыз. Ата-анасынан жастай айырылған ол, өз өмірін тек бауырларыма арнаймын деп жеке өмірі жайлы ойлауды қояды. Автор бұл шығармада бауырларын бақытты етсем деген әпкенің тілегі мен өз бақытын құрбан етуін көрсету арқылы басқаларға ой салғысы келді. Балалар, енді бірінші тапсырмаға назар аударайық. Оқиға желісі бойынша берілген үзінділердің тақырыбын анықтаңыз. Дескриптор оқиға желісін ажыратады, берілген үзінділердің тақырыбын анықтайды. Сіздерге шығарма желісі бойынша сюжеттің басталуы, шиеленісуі және шығарманың шешімі бойынша үзінділер берілген. Осы үзінділердің тақырыбын анықтаңыздар. Шығармадағы үзінді бойынша сюжеттің басталуы. Тимур Сұлтанның туылған күніне достарын ертіп келеді. Шиеленісуі. Қамажай жұмысқа тұрады. Тимур үйленеді. Шығарманың шешімі. Қара шаңырақтағы ананың мерейтойын өткізушілер. Қамажай мен Ермек және көршілер. Дұрыс айтасыздар балалар. Сюжеттің басталуы Тимурдың үйіне достарын ертіп келуі, Сұлтанның туған күнін атап өтуі. Шығарманың шиеленісуі Қамажайдың жұмысқа тұруы және Тимурдың үйленуі. Шығарманың шешімі ананың мерейтойы, қара шаңырақтағы тойды өткізушілер, Қамажай мен Ермек және көршілер. Балалар, екінші тапсырмаға назар аударайық. Автор шығарма прологы арқылы оқырманға қандай ой салғысы келді? Дескриптор прологте айтылған ойды анықтайды. Қабеннің дауысы. Мен сені 3 күн бойы күттім. Адамды осылай қорлауға бола ма? Балалар оянып кетеді деп телефон соқтырмайтын өзің. Сондықтан бір парақ қағаз жазып отырмын. Қымбаттым-ау, күтудің де, шыдамның да шегі болады ғой. Неге келмейсің? Мені ұнатпайтын болсаң, күндіз телефонмен сөйлескенде ойыңды ашып айт. Кісіні әуре сарсаңға салып қойғаның не? Бүгін тағы да күтемін. Екеуміздің әуелгі келіскен жерімізде. Өтінемін, жүздесіп кет. Бүгін соңғы. Сөз жоқ келгейсің. Өтінемін, асыға күтемін. Соңғы рет. Шығарма прологінде қандай ой айтқысы келді автор? Пролог дегеніміз көркем шығарманың мазмұны мен кіріспе бөлімі. Автор Қабен мен Қамажайдың монологы арқылы оқырманға ой тастайды. Қамажай не сүйіктісі, не бауырларын тыңдау керек болады. Иә, пролог көркем шығарманың оқиға мазмұны мен мәнін оқырманға таныстыратын кіріспе бөлімі екен. Бұл жерде автор Қабен мен Қамажайдың монологы арқылы оқырманға түйінді ой тастайды. Қамажайдың алдына екі таңдау қояды екен. Не бауырлары, не сүйіктісі. Шығарманың прологы оқырмандарды еріксіз қызықтырып, басты кейіпкер Қамажайдың таңдауын білгенше асықтырады. Үшінші тапсырма. Осы эпилог сіздерге қандай ой тастап тұр? Шығарма түйініндегі негізгі айтар ой не деп ойлайсыздар? Дескриптор эпилогте айтылған ойды анықтайды. Үйде той, ұзын үстел лық толы. Қарсы беттегі қабырғада ана портреті. Оның үстінде 60 жас деген жазу көрініп тұр. Көрші әйел кіреді. Қолындағы гүлін үстел үстіндегі вазаға қояды. Олар әлі жоқ. Қайтеміз? Тойды өзіміз өткіземіз де. Бүгін көңілденетін күн еді. Ән салатын күн еді. Амал бар ма? Ойбай-ау, саған не болған? Қазір бәрі жиналады. Өзіміз-ақ өткіземіз, өзіміз-ақ. Олардың қолдары тимейді. Өзіміз-ақ. Осы эпилогта сіздерге автор қандай ой тастап тұр?
эпилог дегеніміз көркем шығарманы қорытындылап, автордың идеясын толықтырып, кейіпкер туралы мәлімет береді. Қамажай мерекеде отбасының жиналғанын қалады, бірақ ол соңында жалғыз қалады. Дұрыс айтасың. Эпилог көркем шығарманы қорытындылап, негізгі оқиға желісінен бөлек тұрса да, авторлық идеяны толықтыра түсіп, шығарманың басты кейіпкерлері жайында қысқаша мәлімет беріп, олардың кейінгі іс-әрекеттерінің жалғасын көрсетеді. Бұл күн Қамажайдың отбасы үшін қуанышты күн еді. Қамажай осы мерекеге барлық отбасының басы қосылғанын қалады. Әйтсе де, үзіндіден оқып көргеніміздей, барлық нәрсе біз күткендей бола бермейді. Шығарманың негізгі түйіні де бауырларын бақытты етсем деген әпкенің тілегі мен өз бақытын құрбан етуін көрсету және шығарма соңында жалғыз қалған Қамажай бейнесі арқылы басқаларға ой салу. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды төмендегі іс-әрекеттерді толық жасаған болсақ, онда алдымыздағы білім есігінің кілтін дәл тауып аша алдық деп ойлаңыздар. Біз бүгін сабақта драма, оның түрлері жайлы білдік. Шығарманың жанрына байланысты сюжеттік желілерін талдадық. Шығармадан эпилог пен прологта ажырата алдық. Бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп ойлаймын балалар. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.